Selam armısızlar kadırmenді халқым. Алады болса жігіттерге өтелік қошқа бар, жеңгелерімізге де кереметтің қошқа бар. Алады болса бүгін 2026, 2-й айдың 27-сі, 28 күні. Өздеріңізге және де мен мұнаны толықтай түсіндіріп кетейін. Және де мен бүгін көптеген топтарға таратамын. Бұл енді мұна бұл шыбы қарады дейміз мұна. 26 түрлі өрімнен құрам тапқан 15-те 50 күн ашытылады бұл. Осыны біліп алыңыздар. Мергия шөп, бұғыз шыбығы, бұғы мүйізі, қарғалдақ шөп, әр түрлі нәрселер қосылып 26 түрлі нәрсе бар. Бұның пайдалы жағы болса, мына дүниемізді айтайға, міне осы оқшаш қойдар, мынау бескілік. Мұнаның пайдалы жағы болса, халқым, біріншісі бүйрек қуаты нашар, бүйрек әлсіздік, бүйректен суық өткен, төсек қатынасы жақсы болмай жатқан, ұрпақ көре алмай жүрген, бауыр туыстар, қарындас әпкелер, сонымен қатар қол аяқтан мұздап суық өткен, ревматизм, белден суық өткен, бел ауырған кісілерге, жотасы қақсап ауырған кісілерге мұнан жақсаңыздар, яки ішіп берсеңіздер күніге 2 рет ішесіздер, кешкі тамақта, ерте тамақта кейін. Бұл енді жақсы тұтынсаңыздар өте керемет өнім жоғары дүние. Бұның енді ішінде әртүрлі нәрсе бар, мен өзіміз ашып қойғанбыз, осыны бөтілкеге құйып беріп жатырмыз. Бір бөтілкесі 500 грамм құмырасы, 299 сом. Ал енді мынандай 5 кіло тұлымен және де сол шикізатын алсаңыздар 1888 сом, 1888 сомға беремін. Өзіңіз арағын алып, 5 кіло арақты 52-58 градус арақты жақсы болады. Сонымен ашсаңыздар 15-те 1 ай ашсаңыздар жақсы ашын. Енді үлкенмен алам десеңіздер, кішік десеңіздер сол құмыраға, мұндай құмыраға құйып беремін ағайындар. Сол үшін бұл денсаулыққа өте пайдалы. Біз енді тауда жүреміз, бауда жүреміз, қызметте жүреміз. Осыдан үйіңізге бірді болып қойсаңыз, күніге кеште 2 рет ішетін болсаңыздар, сіздің ақырын бағана денедегі ұмыт, бағана суық өткен бәрі жоқ болады. Ревматизм деген атып өтумен жоқ болады. Бұны үрлейсіп көзің ағыштыма деп сатпаймыз. Жақсы тұтынып бересіздер. Оның мұна үлкені пайдасы қандай дегенде, мұншылық жерге келгенде үстін арақ құйсаңыздар болады. Болмады дегенде 3 қатым ашытуға болады. 3 қатым істетесіздер. Бұл айтқанда 15 кіло арақ кетеді деген сөз. Міне, алсаңыздар затым дайын. Арам демесен, мынау бұғы көк мүйізінен араластырып ашытқан арақ 500 грамм бір құмырасы. Бұда да әртүрлі 6-7 түрлі өнім қосып қойдық. 350 сом бір құмырасы көріңіздер. Бұда осы төмендегі айтқанда бүйрек қуаттауға, әртүрлі ауруға, ревматизмге өте жақсы аяқ қолдарыңызға жағып ішіп берсеңіздер. Мұнаның бағасы 350. Және де мұнадан біз құйып та береміз, құйып арағын да береміз, ол 299 сом. Енді мұнау болса бұғы мүйіз, бұл көк мүйіз деген кісілер, міне, Нұрбектің мүйіз таусылық балына сатпай кетті ол дейді, мен шығаратын уақыт болмай жатыр. Мұна бұл көк мүйізі халқым. Бұл енді осы әйел кісілер көп жақсы тұтынып жатыр. Мұнау бүйрек қуаттауға, суық өткенге, қан аздық, жүрекке қан жетіспеу, әлсіздік, шөгай, ревматизм, қойшайды көп түрлі ауру емекен бұны істеткен адамдар айтып кетір. Бұны қандай емекесіздер? Мұнаның бір жапырағын күніге жылыман суға, яки суық суға құйып алып, араластырып, таңертең кеш бересіздер. Бұны қан басымадан тұтынуға болмайды ағайындар. Бұның бағасы 299 сом. Көріп алыңыздар, 299 сом. Бір дәйісі, бір қалтасы 100 грамм шығар. Таза шыбар бұғының мүйізі. Әйелдер болымы, арақ ішпейтін кісілер тұтынсаңыздар болады. Енді мұнау, мұнаны көріңіздер, мен мұнаны көрсетіп қойайын. Мұнау болса бұғы мүйіз қан арағы. Бұғы мүйіз қан арағы. Бұған ешқандай тек араққан араласқан. Бұда бағана мұнаумен оқшаш. Екеуі оқшаш, екеуі бұған басына түскен дүние. Қан аздық, жүрекке қан жетіспеу, әлсіздік, бүйрек қуаты төмен, шаршау, ұйқысыздануға өте табылмайтын дүние болды. Бұл осы бір жыл болып сатқанымыз мұндай. Халықтың жақсы іңкасына ілініп береді. 250 сом, бұда 500 грамм құмырада сатылады. Шинжанның әрқандай жеріне сап беремін.
мінекей заттардың бары осы. Енді бұл әртүрлі адамдар әр өзінің немересіне қаратай алады, қажетіне қаратай алады. Сол үшін біздегі мінекей затымыз осы. Алсаңыздар, өнімін көріңіздер, шипасын берсін дегім келеді. Бұл енді шесап, мұрттай жазып береді деп айта алмаймын. Бұл жақсы тұтынсаңыздар, бағана айтқан аурулардың жоқ болады. Бәрекелді қадірменді халқым, ондай болса, менің үнқат нөмірім 193 90 46 79 11, 193 90 46 79 11 үнқат болғысың.